кәсіпқой деңгейде 6 айқас өткізіп, соның барлығында жеңіске жеткен. Оның қарсыласы Михаил Романчук. Дәл Ресей азаматы, бірақ Талдықорған қаласында дүниеге келген екен. Нағыз енді бір ірі денелі, ауыр салмақ өкілдеріне тән жақсы бір тартысты айқасты күтеміз. Гасанов өз қарсыласына қарағанда бойшаң, аяқ қолдары ұзын, және осы бір мүмкіндігін жақсы сезінетін тәрізді. Аяқпен ауыр бір соққысын дарытты. Әрі қарай алдыңғы қолмен қарсыласын тежей отырып, Романчуктың қорғанысын бұзып жаруға тырысады Гасанов. Романчук осы бір тәсілге қарсы қаншалықты әдіс айласын дайындап келді екен. Аяқ ұмтылды Гасанов, әрі жартылай бұл тейкдаунды толық орындалды деуге келеді, бірақ Романчук физикалық күшінің басымдығын, мығымдығын көрсеткендей болды. Бұл тұста егер Гасанов қарсыласының үстіне шыға келетін болса, бұл ауыр соққылы, ауыр денелі жігіттердің айқасы уақытынан бұрын аяқталуы бек мүмкін. Жұман, енді бұл жауынгерлермен қаншалықты таныстың? Жалпы Гасанов 6-0 рекордымен осы Fight Night біраз лигаларда өнер көрсеткен. Тау халқының өкілі дейміз ғой. Жалпы күреске бейім. Екі жауынгердің де спортшылығында парақшасыларды қараған болатынмын. Гасанов дағыстандық спортшы. Өзінің қарқын жақсы тұстарын бір осы күрес әдісі, оны ешкімнің жасырмайды. Сол себепті мықты тұстарын болсы күрес. Ал Романчукқа келетін болсақ, аяқта тік тұрып соғысқан жақсы көретін жауынгер. Айта кетер болсақ, ол жауынгер заминаға шыққан жауынгерлердің бірі болатын. Гасановтың негізгі қарсыласы басқа болатын. Сол себепті аз уақыттың ішінде ауысуға келісім берген. Сол себепте жекпе-жек барысын көріп отырмыз. Гасановтың аяққа өтіп тейкдаун жасап, Романчукта партерде ұстап жатқан сәтін. Сол себепте өзінің мықты тұсын тиімді пайдаланып жатыр. Гасанов бұған дейін қателеспесем қырғыз жауынгермен күш сынасу керек болатын, Талайбекұлы. Дегенмен қысқа уақыттың ішінде осы Романчук бұл ұсынысты қабыл алып, айқасқа дайыр екендігін білдірген. Әрине, Михаил өз қарсыласынан 10 жасқа ересектеу, тәжірибесінде баршылық, сондықтан бұл айқас тәжірибе әлде жастық жалын таразға түскен сәт. Гасанов сәт сайын қысымын күшейтуде. Шындығында Романчуктың сыртқы сипатына қарап, 40-қа таяп қалған азамат деп айтпайсың. Нағыз бір өте ауыр соққылар Гасановтың тарапынан. Шындығында осындай бір зілді, нағыз бір зілге толы ауыр соққылар Романчук үшін оңайға соғып жатқан жоқ. Гасанов қысымды күшейтуде. Өте ауыр соққылар дарып отқан жаңа сәтін көрдік. Өте ауыр тиіп отыр қазір Романчук үшін. Арқасын алды, аяқтарын салды. Енді өте қауіпті сәттердің бірі. Енді Гасанов осылай тоқтату керек секілді болды, өйткені Романчуктың төбелеске ниеті кетіп қалған секілді. Техникалық нокаутпен жеңіске жеткен Рамазан Гасанов!